Арманым бар ма, мақсатым бар ма? Енді іс-әрекетке көш. Жай ғана жұмсақ диванда отырып, коммент, лайк, хейтит етпей, мынандай видеоларды құр қарап қоймай, бір іс-әрекетке көш, істе. Кеше сен не істедің мысал үшін? Не істедің? Қазір не істеп отырсың? Өзінің арманына, мақсатына жету үшін бір әрекеттерді істе, жаса. Я қателес, я сүрін, я жығыл. Бірақ та сол арқылы мына қателіктер сені күшейтеді, сені қатайтады. Бұдан ары қарай саған жылжуға үлкен жол ашады, талпыныс береді. Сол үшін құрметті досым, бұл жай кеңес қана қабылда. Мен ақыл айта алмаймын, өйткені өзімді ақылым керемет тасып тұрған жоқ. Бірақ бір іс-әрекет істе. Неге? Күнделікті осындай қателіктерін, күнделікті осындай сүріну жығылуларын сені арманына бір қадамға болсын жақындатады. Сенің қойған мақсатына бір қадам болсын сен ілгері жылжисың. Бірақ бір орында тұрмайсың. Жай бір орында тұрып қалған судың өзі сасып қалады. Адам да сондай. Бір орында тұрса, ол тек артқа кері шегінеді, ашушан болады. Барлық айналасында кінәлі болады, өзі ғана періште болып тұрады. Сол үшін, құрметті досым, алға жылжы, бизнес баста, әрекет ет. Бір іс-әрекетке көш. Жоқ дегенде менің командама тіркел, менімен бірге бизнес баста. Мен өзім көп қателіктерден сүріндім. Мына бизнес өзімнің лидерлерім бұл бизнесті бұрыннан бері бастап қойған бизнес моделі дайын. Мына арада қателіктер болса да, сенің сүрінуін, шалынуын ондай керемет қатты болмайды. Я басында да қателер жібересің, бірақ соларды айналып өтуге мен болсамын. Осындай мотивациялық видеоларды түсіресің. Командаға адамдар өздері саған тіркеледі, өздері саған қосылады. Сенің командан өскен сайын табысың да өседі. Іске сәт, маған коммент жаз, лайк бас. Осындай мотивациялық видеоларды тағы да түсіріп тұруға шабыт бересіздер.